Сәлеметсіздер ме достар? Біздің Ақтөбе педагогика институтының қабырғасында оқыған жылдарымыз тәуелсіздік алған алғашқы ең әдемі кезеңдерге сәйкес келді. Сол кезде біздің курсымыз, біздің факультетіміз институттың алғашқы қарлығаштары деген әдемі атауға ие болғанды. Өйткені қазақ тілі факультетінің ең алғашқы студенттер едік. Бұл факультет профессор, біздің сүйікті ұстазымыз, институттың ректоры, қазақтың керемет ғұлама тұлғасы Мұхтар Ғалиұлы Арын ағамыздың, ұстазымыздың тікелей бастамасымен құрылғандығы үлкен қуаныш болды бүкіл аймаққа, бүкіл облыс өңіріне. Сол кезде арман қуып, Ақтөбенің өңірінде ашылып жатқан жаңа факультетке дем береміз, бір қанаттандырамыз, үлкен-үлкен белестерге, сонда оқуға түскен студенттерді жеткіземіз, жетелейміз деген үмітпенен Алматыдан, жан-жақтан көптеген ұстаздар, ағайлар, апаларымыз келді. Барлығы да бізге білімнің нәрін сусындатты. Ішінде атап өтетін, өзіміз мақтаныш тұтатын керемет тарихи дара тұлға, дана тұлға Есет Жұбанов ағамыз көңілімізде ерекше ыстық сезіммен қалды. Сол кезде жаңадан құрылып жатқан факультетке үлкен бір қолдау білдіріп, осы факультеттің іргетасы берік қалансын деген ниетпенен өзінің ұстаздық дәрісін шәкірттерге, студенттерге сіңіріп, дәріс оқып кетейін деген ниетпен келген Рабиға Сыздықова апамыздың жарқын бейнесі көңілімізде мәңгілікке қалды. Сол сияқты енді атап отырсақ, көптеген мұғалімдеріміз, көптеген ұстаздарымыздың барлығы да жүрегімізде жылы ыстық ықыласпенен әлі күнге дейін сағынышпен еске алатын тұлғалар. Сондықтан да осынау факультетке түскен біздің қымбатты қазіргі жас буын сіздерге тілейтінім, білімнің нәріменен сусындап, жақсы ұстаздардан жақсы дәрістерді алып, терең оқып, терең біліп, еліміздің түкпір-түкпіріне қанат қағып, еліміздің мемлекеттік тіліміздің өркендеуіне барынша үлес қосуға тырысуларыңызды сұрар едім. Аспандарыңыз ашық болсын. Еліміздің өздеріңіз секілді жастары, жүздері жарқын болып, еліміздің болашағы үшін жақсы қызмет етсін деген тілегімді айтқым келеді. Біздің қара шаңырағымыздың, өзіміз білім алған білім ордасының тарихы тереңдеп, жақсы жетістіктерге жете берсін деген тілекпен осынау тілегімді аяқтағым келеді.